Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен қатырылған болгар бұрышынан өте дәмді голубцы әзірлейміз. Және де достар, екі жолмен болгар бұрышын қатырған болатынмын. Осы видеоның астында қалай қатырғаным туралы видео сабақтың сілтемесі бар, кіріп көрсеңіз болады. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Арнамда көптеген тағамдардың рецептері бар. Және болашақта да көптеген рецепттер әлі шығады. Бізге алдымен қазанымызға аздап сұйық май қосамыз. Көп сұйық май қосуға болмайды, себебі фарштың да майы шығады. Және пияз, сәбіз, томат пастасын салсаңыздар болады. Болмаса қатырылған қызанақты салып, жай отта осылай қуырып аламыз. Татымына қарай тұз салып, қайнаған су, болмаса ыстық су құямыз да қақпағын жауып қоямыз. Болгар бұрышымыздың ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Тартылған ет, күрішті ыстық суға жуып аламыз. Және пиязды осындай майда етіп кубиктап тураймыз. Тоз бұрыш саламыз. Және бір жұмыртқаны жарып саламыз да жақсылап араластырамыз. Айта кететін маңызды жайт, қатырылған болгар бұрыштарымызды мұздатқыштан жасар алдымызда 1-2 минут алдын ғана шығарамыз. Одан ерте шығаруға болмайды. Себебі болгар бұрышымыз жылы жерге тез еріп, өз жаңағы несін құртып алады. Сондықтан сәл ғана 2 минут, 3 минут, ары кетсе 5 минут бұрын ғана жаңағы мұздатқышымыздан аламыз да, осылай дайындап қойған салмамызды рет-ретімен салып шығамыз. Картоптарымызды турап суға салып қоямыз. Оған дейін қайнап жатқан сорпамызға болгар бұрыштарымызды салып, бір қайнатамыз да қақпағын жауып, жай отта 40 минуттай пісіріп аламыз. Және арасында картопты да салып жібереміз. Сомен күрішіміз піскенге дейін қоямыз. Менде тамағым пісті. Қарап тұрсаңыздар, шашылып кетпейді, мыжылып кетпейді. Сол қалпында тұрады. Өте дәмді тамақ. Әсіресе қыстың күні жазғы жаңағы болгар бұрышын естеріңізге түсіреді. Сондай дәмді тамақ. Жасап көріңіздер, достар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберсеңіздер. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.